Біз бүгін әдебиеттегі тек пен түрді білетін боламыз. Әдеби шығармалар 3 текке бөлінеді. Мысалы, бірінші эпикалық тек. Эпикалық текте оқиғалар баяндалады. Мысалы, роман, әңгіме, батырлық жырлар. Екінші лирикалық тек. Бұл жерде сезім мен көңіл күй көрініс береді. Мысалы, өлеңдер. Үшінші тек драмалық тек. Драмалық текте шығармалар сахналық қойылымға арналып жазылған шығармалар болады. Мысалы, пьеса. Міне бұл жерден біз әдеби шығармалардың 3 тегін білдік. Ал шығарманың түрі дегеніміз ол шығарманың жанры. Мысалы, роман, лирикалық немесе сатиралық өлеңдер, комедия, трагедия деген сияқты. Яғни, тек дегеніміз не айтамыз, түр дегеніміз қалай жеткіземіз дегенді білдіреді. Әрқашан есіңде болсын. Эпика бұл оқиға. Лирика бұл жүрек